Футбол аты әлемге әйгілі болған командалық спорт түрі. Бұл ойын түріне қызығушылық танытқан спортшыны жаттықтырушылар қалай байқайды? Допты қалай алып жүруіне, ойын үлгісіне, ол бала өзі көрінеді өзі. Жәйменде пасқа үйретеміз, пастан кейін уже командалық ойынға үйретеміз. Сөйт баланы өсіреміз. Ойын ережесін бұзған спортшыға төреші жасыл не қызыл қағаз көрсетеді. Ал бұл қағаздардың маңыздылығын білесіз бе? Неше ойынға шектеу қояды қызыл қағаз? Ол төрешіге байланысты. Төреші өзі қарайды. Ол қалай бұзды. Әдейі бұзса, 3 ойыннан жоғары қарай жібереді. Әдейі емес бұзып жатса, онда 1 ойынға, 2 ойынға жіберу мүмкін. Егерде 2 сары қағаз алып, одан кейін қызыл қағаз берсе, 1 ойынға жібереді. Ол 1 ойында ғана шектеледі. Жалпы ойыншының оң аяқпен немесе сол аяқпен тебуінің қаншалықты маңыздылығы бар? 2 аяқпен де тепсе өте жақсы болады. Көбінесе бізге оң аяқпен тебетіндер көп келеді бізге. Бірақ сол жақпен тебетін балдар өте икемді болып келеді. Сосын ударларда мығым болып келеді. Қымбатты телекөрермен, бүгінгі хабарымызды футбол спортына арнайтын боламыз. Көрем десеңіз, сәрсенбі сайын біздің бағдарламаны жіберіп алмаңыз.